заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Әбілхан Қастеев. Әбілхан бала жасынан сурет салуға құмар болды. Табиғат көріністері оған қатты әсер ететін. Көргендерін әр нәрсеге ұқсататын. Бала қой бағып жүріп, қарап отырмады. Тас қашап, түрлі мүсіндер жасады. Біреу қойға, біреу жылқыға ұқсайды. Қолы епті екен. Жасаған бұйымдары жұрттың көзін қызықтырады. Түймебай ұста баланың шеберлігін таныды. Сенен түбінде бірдеңе шығады деп арқасынан қақты. Бала бұған қатты қуанды. Ақат Жақсыбаевтың жазған мәтіні. Балалар, бұл мәтінде кездесетін мүсін дегеніміз тастан, ағаштан ойып жасалған бейне екенін білдіреді. Балалар, Әбілхан Қастеев 1904-1973 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып өскен жері Алматы облысына қарасты Жаркент төңірегі, топырақ қойылған жері Алматы қаласы. Қазақстанның халық суретшісі, Қазақстан суретші одағының басқармасының төрағасы болып қызмет атқарған. Әбілхан Қастеевтің мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бірнеше сурет туындылары бар. Енді сұрақтарға жауап берейік. Әбілхан Қастеев кім деп ойлайсың? Әбілхан Қастеев ол қазақ халқының әйгілі суретшісі әрі кескіндемешісі. Ол жастайынан неге әуес болады? Ол жастайынан сурет салуға әуес болады. Қой бағып жүріп не істеді? Қой бағып жүріп қарап отырмады, тас қашап, түрлі мүсіндер жасады. Біреу қойға, біреу жылқыға ұқсайтын еді. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз, заттың сынын білдіретін сөзді тап. Әбілхан Қастеев танымал суретші. Алматыда Әбілхан Қастеев атындағы мұражай бар. Қандай суретші? Танымал суретші. Бұл заттың сынын білдіретін сөз. Бұл сөйлемдерді жұмыс дәптерінің екінші жаттығу деген жеріне әдемі етіп көшіріп жазып ал, заттың сынын білдіретін сөздің астын сызып қой. Үшінші жаттығу. Әлия мен Әділ сурет салды. Олар қандай тақырыпқа сурет салды деп ойлайсың? Суретке назар аудар. Суретте 9 мамыр деп жазылып тұр. Демек, балалар 9 мамыр жеңіс күніне арналған сурет салды. Олар жеңіс күн тойлағанды ұнатады. Батырлардың ерлігін ешқашан ұмытпайды, керісінше ұлықтай біледі деп сөйлем құрауға болады. Жұмыс дәптерінің 31-ші бетінде берілген соңғы тапсырманы орындайық. Өлең жолдарына сәйкес келетін бояу түсін таңдап жаз, заттың сынын білдіретін сөздердің астын сыз дейді. Көкшіл бояу әкелші, көк теңізді салайын. Жасыл бояу әкелші, жапырақ салайын. Қоңыр бояу әперші, жапырақты салайын. Өтеген Оралбайдың өлеңі. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше